Қайырлы күн, қымбатты достар. Бүгін біз сіздермен жеміс-жидектен жасалатын дастарханға арналған осындай әдемі нарезка жасаймыз. Менімен бірге дайындаңыздар. Бізге бір банан қажет. Алдымен оның шетін кесіп тастаймыз және де бір жағының қабығын осылай толығымен алып тастаймыз. Кішкене осы қабығынан босатамыз. Және осы тұрған күйінде оны кесіп шығатын боламыз. Осындай жіңішке пышақпен кессеңіздер ыңғайлы болады. Осылай ақырын кесіп шығамыз. Екі осылай шықты. Оны ыдысымыздың осылай шетіне қоямыз. Және де қарайып кетпес үшін кішкене лимон шырынын үстіне құятын боламыз. Ендігі кезекте алмұртты кесеміз. Алмұрттың ең асын осылай алып тастаймыз. Қарапайым осылай кесіп шығатын боламыз, барлығын бірдей етіп. Екі осындай болып шығады. Оны бірден осы күйінде ыдысымызға қоямыз. Осылай шетіне қойып, видеодағыдай етіп, орталарын осылай жасап шығатын боламыз. Содан соң апельсин. Апельсинді қарапайым түрде кесетін боламыз. Екі бізде осындай болып шықты. Оны ыдысымыздың осылай ортасына ұзынынан қойып шығамыз. Бананмен арасына кішкене орын тастаймыз. Енді алманы кесетін боламыз. Алдымен осылай жартысын кесіп аламыз. Содан соң видеодағыдай етіп, осылай ортасынан екі жағынан кесе отырып кесетін боламыз. Өзіңізге ыңғайлы әрі өткір пышақ таңдаңыздар. Басында сіздерде қиын болып дұрыс кесілмеуі мүмкін, бірақ үйреніп қолыңыз жаттыққаннан кейін сіздерде де оңай әрі әдемі болып шығады. Жартысына дейін осылай кесіп алып, ең астыңғы бұрышын осылай кесіп тастаймыз. Алмамыз құламай түзу тұру үшін. Содан соң осылай ортасын ашып, осылай шығаратын боламыз. Бізде осындай жапырақ тәріздес әдемі форма дайын болады. Екіншісінде дәл солай жасаймыз. Өзіңізге қажетті мөлшерде кесіп алатын боласыздар. Менде осындай екеуі кетті. Екеуі осылай оңай жасап аламыз. Оны осы ашық тұрған жеріне екі жағына қаратып қоятын боламыз. Ортасына қызыл жүзімдер саламыз. Және де бананның айналасын жасыл жүзімдермен толтыратын боламыз. Бұл жерде жүзімдердің түсі қатты маңызды емес, өзіңізде бар түрін қолдана бересіздер. Содан соң алмұрттың айналасына мандариндерді осылай бір-бірлеп қойып толтырып шығатын боламыз бұл жерлерін. Бізде шамамен дайын болды. Бізде нарезкада банан, алмалар қарайып кетпес үшін үстеріне осылай лимон шырынын құямыз. Осымен біздің нарезкамыз дайын болды. Әдемі әрі оңай жасалады. Дайындап көріңіздер және де өз ойларыңызбен бөлісіңіздер. Келесі рецептерде кездескенше.